Кеш жарық саламатсыздар ма, құрметті серіктестер, әріптестер. Егер де көрініп тұрса, естіліп тұрса, плюс санын немесе я жоқ деп жазыңыз. Барлықтарыңызға бүгінгі вебинарымыз құтты болсын, күніміз берекелі болсын, сәрсенбі күні сәтін әкелсін, барлық ойлаған арман мақсаттарыңыз орындалсын. Дәл қазір бізде мінекей Астанада ауызашар уақыты де болды. Барлықтарыңыздың ниетіңіз қабыл болсын. Өзімді таныстырып кетейін. Есімім Бибігүл. Мен бұл компанияның, Rivercoins компаниясының арнайы қазақ тілінде вебинар жүргізуші спикерімін. Және әрине өздеріңіздей осы компанияның партнері болып саналамын. Әрбір адамға бұл мүмкіншілік бірдей берілген. Бұл компанияда спикерлерде, админдарда барлықтары осы берілген маркетинг бойынша үлкен табысқа жетіп, өз құрылымын, өз командасын құрып, жетістікке жетіп жатыр. Бүгінгі күнде бұл компания барлықтарымызға бірнеше бағдарлама берілген. Бүгінгі вебинарымыз Тілектер аралдары Острова желаний бағдарламасының толық маркетинг план презентациясын айтып жеткізгім келеді, және осы вебинар соңында бір мотивациялық ролик дайындадым. Әзірше қанша кісі кірді екен, санын көріп тұрмын. Есіміңізді және қай қаладан болады екенсіз, соны жазып жіберсеңіздер, бір-біріңізді көріп отырасыз. Мысалы, сіздер шақырған жаңадан кірген қонақ болуы мүмкін, сіз тіркеген жаңа партнер, новичок болуы мүмкін. Соны де өзіңіз есімін және қай қаладан екенін көріп тұрсаңыз, өзіңізге үлкен мотивация, кішкене қуаныш, жақсы көңіл күйіңіз де бір саты көтеріліп қалар. Ол сіздерге де, бізге де жақсы. Көп кісілер дәл қазір оразасын ашып, мүмкін уақыты болмай жатқан шығар. Дегенмен дәл қазір біздеке мінеки 12-13 адам ғана тіркелді. Оның өзі әрбір адамның осы вебинарды жақсылап тыңдап алайын, қандай мотивацияны ролик береді екен, қандай жаңалықтар бүгін айтылады екен деп бар ниетімен назарын аударып отырғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Бұл бағдарлама әрбір серіктестікке, оқушы болсын, үлкен зейнеткер болсын, жұмысшы болсын, студент болсын, барлығына бірдей, және үйде отырған жас келіншектердің бәріне бірдей берілген мүмкіншілік. Бұл бағдарламада 6 бизнес арал бар деп есептейміз. 6 арал дегеніміз маркетинг бойынша, егерде жаңадан тіркелген серіктестеріміз бар болса, оны тағы да жазып қойыңыз. Онда кішкене новичоктарға еститін ақпараттарымыз тағы да болар. Мысалы, қай қаладан келген есіміңізді және бірінші қатысуым деп жазып қойсаңыз, барына да көріпті де және көрініп те тұрады, және түсінікті болады. 6 арал деген 6 площадка, сол әрбір аралда 4 бизнес орыннан бар. Негізі бұл 6 аралды нақтылы жақсы жұмыс істеп ақпарат беріп, осы вебинарларға бір-біріңізді шақырып, жаңадан тіркелген адамдарға сілтеме беріп отырсаңыз, әрине өз өмірін жақсы жағына өзгертуге, жақсы табыс табуға, жетістікке жетуге кім армандамас, және бұл бағдарламаның аталуы да
тілектер, аралдар. Тілегіңіз, армандарыңыз барлықтары орындалу үшін азғантай бір әрекет, ақпаратты айтып жеткізсеңіз болды. Өйткені бұл бағдарлама бойынша бүгінгі күнде 6 аралға тек қана бүкіл әлемнен санын санасақ, ол әлі де азғантай. Небары 20-ға жетпеген. Өз командамыздан бұл структура құрылымына қарасақ, біздің командамыз, әрине барлықтарыңыз білесіздер, Мейрамбек мырзадан басталады. Ол админге тіркелген тікелей жеке партнер. Сол біздің командамызда 6 аралға жеткен бүгінгі күнде 8 серіктесіміз бар. Бұл өте жақсы нәтиже. Әлі де бұл бағдарлама мінекей 25 ноябрь қараша айынан 2019 жылы старт басталды. Ол бағдарлама негізі қатты қиын емес. Егерде жақсылап түсініп алғаныңыз бар болса, сұрақтарыңыз бар болса, қазірден дайындап қойыңыздар. Негізі бұл 6 аралға ең орташа деп айтсақ 1,5 айда, 6 аптада. Әрбір апта сайын үлкен жетістікке жетіп, сол нәтиже көрсетуге болады. Тіркелген сәтте сіздерге әрбір серіктеске жеке кабинетіне бейне курс береді. Бейне курстарымыз қай салада болсын, қай мемлекетте болсын, әлеуметтік жүйеде жұмыс істеп, осы маркетингке адамдарды қалай тіркеу, және ол адамдармен қалай жұмыс істеп, өзіңіздің бизнесіңізді, өзіңізді жүйелерде, әлеуметтік, Яндекс.Директе, Гуглде жарнама қалай жасау. Бұл бейне курстер жақын арада әрбір мемлекеттің, соның ішінде Қазақстанда ресми өкілдік ашылған сәтте офисқа арнайы компаниядан электрондық дискінің ішінде осы бейне курстар болады. Бейне курстарды сол дискіде өз қолыңызбен ұстап, көзіңізбен көріп, бұл компанияның негізгі продуктысы, бұл қаржы финансыға жатпайтынын ақыл санаңызбен көріп, қабылдап, жеке кабинетіңізден қазірден бастап тартып алуға болады. Әрбір аралда 4 бизнес орын бар. 4 бизнес орынды 4 досыңызды шақырсаңыз, сіз мінекей бірінші шақырған серіктестен ол кісіге осы бизнес курсты сатсаңыз, және бизнес орын алады да, сізге $100 бірден қайта түседі. Демек, екінші бизнес орынға тағы да серіктесіңіз келгенде, сізге жинақ тобыңызға $100 тағы да қосымша балансқа жиналып тұрады. Үшінші кісіге тағы да осы ақпаратты айтып, бейне курсты ұсынып, бұл кісі де сіздің құрылымыңызға, командаңызға үшінші болып тіркелген сәтте сізге тағы да $100 табыс түсіреді. Төртінші серіктестерге тура осындай бейне курста айтып, осы ақпаратты жеткізіп, жеке командаңызға тіркегенде, сіздің жинақ тобыңызға тағы $100 жиналады. Демек, мінекей бір аптаның ішінде 4 кісіге ақпарат беріп, 4 кісіні тіркеген сәтте $200 жинақ тобына жиналып, сізді екінші аралға өтеді. $200 қалтаңызға шығарып алуға, керек жарағыңызға жаратуға болады. Сөйтіп, мінекей екінші аралға келдіңіз. Екінші арал түгелдей жинақ тобы балансқа жиналатын болып есептеледі. Екінші апта
бизнес бастағаныңызға. Сол аптаның ішінде әрбір серіктесіңіз тура сіздің жасаған әрекетіңізді жасап, оларда бір аптаның ішінде әрқайсысы 4 кісіден тіркелсе, әрине сіз екінші аралды түгел жауып, үшінші аралға бірден өтіп кетесіз. Демек, үшінші аралға үшінші апта басталғанда сіз келесіз. Мінекей, уақыт те қатты созылып жатқан жоқ, сізге қатты ауыртпашылық жасап жатқан жоқ. Әрбір серіктес осы ақпаратты жақсылап нақты түсініп алса, әрбір кісіге 4 кісі шақырып тіркеу міндет. Сол осы маркетингтің негізгі шарты. 4 кісіге ақпарат беріп, 4 бейне курсты ұсынамыз. Үшінші аралда соңыңызға бір серіктес келген сәтте сізге бірден $500 ақшалай түседі. Негізі маркетинг бойынша $400 және 4 клон. Клон дегеніміз не? Клон деген сіздің бейне өз жеке аккаунтыңыздың қосымша тағы да бизнес орындарыңыз. 4 клон өз айырмашылығы тек қана сан ретінде. Екінші клон, үшінші, төртінші, бесінші клон болып айырмашылығы бар. Және клондар тақсанды және жұпсанды болып бөлінеді. Тақсанды клоныңыздың екеуі бірден, жұпсанды клондар серіктестеріңіздің бірінші аралға бос орындарын толтырған сәтте, тақсанды клондарыңыз өз клондарыңызды соңына бірден автомат түрінде іске қосылады. Сол сәтте клонның астына клон түскен кезінде сіздің жеке шотыңызға тағы $100 ақша пайда түседі. Сонымен бір серіктес келген сәтте сізге 400 емес, $500 ақшалай шығарып аласыз, керек жарағыңызға жаратасыз, және 4 клон. Екінші серіктесіңіз үшінші аралға тура өзіңіздей әрекет барлығын жасап, келген сәтте сіздің жеке шотыңызға $800 ақша жинақ тобына жиналып тұрады. Үшінші серіктес келеді, сізге тағы да $500 ақша және қосымша 4 клон беріледі. Төртінші серіктес тағы да келгенде тағы бір $800 жинақ тобына жиналып, $1600-ға төртінші аралға, төртінші апта басталғанда сіз де келесіз. Енді төртінші арал тағы да жинақ тобы түгелдей 4 бизнес орын, 4 партнеріңіз тура сіздің өткен жолыңызды маркетинг бойынша өтіп, төртінші аралға да келер. Бұл жерге сіздің жоғары спонсорыңыздан, одан жоғары спонсорыңыздан клон келуі де мүмкін. Мейлі, серіктес келсе де, клон келсе де, бір бизнес орын жабылса, бұл сізді арғарай жылжытатын мүмкіншілік. Демек, 5-ші аралға да сіз келесіз. 5-ші арал, 5-ші апта басталды. Өйткені сіздің командаңыздағы адамдар барлығы бұлжытпай сіз жасаған жолмен келе жатса, сіз жеткен жетістікті оларда жете аламын деген мақсат болса, әрине, әрбір адам апта сайын 4 адамға ақпарат беріп үлгереді, және ол кісілерге бұл ақпарат ұнайтын болса, міндетті түрде сіздермен бірге сіздің командаңызға тіркелуге асығыс болады. 5-ші мінекей аралдасыз, соңыңыздан бір серіктес тура сіздің жүрген жолыңызбен келсе, сізге бірден $3200 және 32 клон беріледі. 32 клонымыз 50-50-ге тағы бөлінеді. Жұпсаны 16, тақсаны тағы 16-сы. Клондар, жұпсанды клондар сіздің серіктесіңіз, өзіңіздің командаңыздың ең бірінші аралдағы бос орындарды толтырған сәтте тағы да 16 клон сіздің өз клондарыңызды толтыра бастайды. Сол сәтте сізге қосымша тағы да қосымша $800 ақша түседі. Демек, бір сәтте
клонның астына түскен сәтте, 5-ші аралда соңыңыздан бір бизнес орын толған сәтте $4000-ға ие боласыз. Оны да шығарып алуыңызға болады. 32 клон тағы да қосымша келді. Клондар бірінші аралды түгел толтырған сәтте, ол клон екінші аралға да өтеді. Және сіздің серіктестеріңіздің астына жұпсанды клондар түссе, өз клондарыңыз екінші аралдағы клонның астына тағы да келеді. Демек, біздің клондар тағы да ақша келеді, және бүкіл өзіңіздің структураңыздағы командадағы партнерларды жылжытса, және өз клондарыңызды, демек өзіңізді де тағы да қосымша табысқа тағы әкеледі. Екінші серіктес 5-ші аралды тағы да толған сәтте, сізге бір сәтте $6400 жинақ тобына балансқа түседі. Үшінші серіктес тағы да келеді, немесе бұл жерге клон келсе де, сізге $4000 тағы да оған қосып 32 клон тағы түседі. Сонымен 4-ші бизнес орынға 5-ші арал толған сәтте, сізге тағы да қосымша $6400 ақшалай, небары сумма $12800-ға сіз 6-шы аралға да жетесіз. Мінекей 6-шы апта келді деп есептеңіз. 1,5 айдың ішінде сіз 6-шы аралға келуіңіз мүмкін. Демек, бұны жақсылап санап ретінде әр аптада 4 кісі шақыру шарт қойсаңыз, бұлжытпай бұл ережемен де жетуге болады. Демек, қиындау, $100 біраз ақша, менің шақырған адамдарым тез келіспейді деген ойда болсаңыздар, әрине бұл кішкене ұзаққа созылады. Ұзаққа емес, 1,5 айға 2 есе уақыт қоссаң, 3 айда 6-шы аралға жетсеңіз, осындай табысқа жетсеңіз, бұл да үлкен жетістік деп есептейміз. Бұл 3 айда міндет емес, міндет ешкімге артпаймыз. Сіздің өз жеке ниетіңіз, өз осыны жасаймын, мен осындай мақсат қоямын, осындай уақыттың ішінде менде неге жетістікке жетпеймін деген сұрақтарды өзіңізге қойсаңыз, әрине ол сұрақтардың жауабы өз жүрегіңізде. Демек, мінекей 6-шы аралға да келдіңіз. Бұл соңғы арал. Соңғы аралдың ендігі әрбір бизнес орындарынан айырмашылығы, басқа аралдардан әрбір бизнес орыннан сізге мол қомақты табыс түседі. Және 6-шы аралға бір серіктес келген сәтте бірден 50 клон тағы да қосымша сізге түседі. 50 клонға қоса сізге $9000 ақшалай тағы да табыс түседі. Маркетинг бойынша негізі $7800, ал 50 клон 25-25-ке жұпсанды және тақсандыға бөлінсе, оның сыртына олар маркетинг бойынша бірінші аралды түгел толтырған сәтте, өз клондарыңыздың астына клондар тағы келгенде, қаншама бизнес орын толып, сізге қосымша табыс түсіреді. Демек, сізге $9000 бір сәтте түседі деген осы. Бұған қосып, 2-ші бизнес орын және 3-ші, 4-ші әр қайсысы келесі бизнес орындар толған сайын сізге бірден $12800 табыс түседі. Ал не бар саны, барлық суммасы осы 6-шы аралға жетіп, түгелдей жапқанша дейін сізге $56600 ақша. Бұны теңгеге, Қазақстанда тұрғаннан кейін теңгемен санаймыз. Теңгеге шақсақ, курс әрине біресе өседі, біресе түседі. Демек, орташа бүгінгі курске санасаңыз, 23 миллионның сыртында ақша теңгемен.
Ал бұндай мүмкіншілікті қай жерден тағы да сізге ұсынар деген сұрақ тағы туады. Әрине, көптеген серіктестеріміз бұл бизнесті бастап, және мен басқа маркетинг, басқа компанияны қосымша жасап, сол жақтан табыс табамын деген ойлар болды. Дегенмен нәтижесі барлық адамдар көріп келген, салыстырып, санап, анализ жасаған шетінде осы компанияның негізі Тілектер аралдары бағдарламасы өте тамаша екен, өте табысты екенін мойындап келе жатыр. Демек, көптеген серіктестеріміз қайтадан оралып, осы жерден тоқтаған жерімнен ары қарай жалғастырайыншы, осы жерде табыс мол екен деген шешімге келгеніне біз қазір куәда болдық. Бұл маркетинг бойынша әрбір серіктеске және бір жалғыз аккаунтыңыз, ең басты $100 салған сіздің бизнес орныңыз 6-шы аралдыға жеткенше дейін сізге 122 клон беріледі екен. 122 клон дегеніміз, сіз 23 миллион теңгенің сыртында ақшаны 122 рет алады екенсіз бе деген сұрақ болады. Әрине, және одан көбірек ала аласыз деген үлкен сеніммен жауап бере аламыз. Неге десеңіз, 122 клон өз ретінде 3-ші аралдан тағы да 4 клондан көбейеді. 5-ші аралға келгенде тағы да 32 клонмен тағы да көбейеді. 6-шы аралға келгенде сол 2-ші клоныңыз тағы да 50 клон береді. Демек, құрғана 122 клон біреу-ақ аккаунтқа келсе, келесі клоныңыз 122, тағы да аккаунт 122 рет клон тағы да сізге бұйырып тұр. Демек, бұл маркетингтің шексіз екенін үлкен қуанышпен, сеніммен айта аламыз. Өйткені компаниямыз әрі қарай дамып келе жатқанына көзіміз жетеді. Компаниямыз енді ғана үлкен жетістіктерді көрсетіп, әлемге танымалы болып келе жатыр. Гонконгқа тіркеліп, құжаты, заңды түрінде құжаты бар екенін, бұл сайтқа кірсеңіз, құжаттың ағылшын тілінде документі, сертификаты бар екенін көре аласыздар. Және компаниямызды бұл жақын арада әрбір мемлекеттерде заңды түрінде өкілдік, ресми өкілдіктер ашылса, және әрбір серіктестікке компаниядан карточка, банкомат картасын қолыңызға алсаңыз, жеке өз кабинетіңіздегі тапқан табыстарыңызды электрондық кошелектарға аудармай, бірден карточкаға аударуға мүмкіншілік тағы да болады. Бұл карточкалармен әрбір елде тұрған мемлекетте серіктестеріміз өз валютасына бірден шығарып алуға мүмкіншілік бар. Демек, бұл аралдар сіздерге маркетинг бойынша тапқан табыстарыңыздың барлығын өз арманыңызға, тілегіңізге, не қаладыңыз өмірде, соған жұмсауыңызға болады. Бұл жерде міндет жоқ. Пәтер алу, автомобиль, тағы бірдеңе путешествияға міндетті түрде бару деген ешқандай ешкім, компания сіздерге мақсат қоймаған және міндет емес. Көп кісілер осы бағдарлама бойынша үлкен жетістіктерге жетіп, қазір қосымша өз бизнесін ашуға, жер сатып алуға, үй, пәтер сатып алуға, немесе көптеген адамдар өзінің еркіне жұмсауға құқығы бар екенін айтқымыз келеді. Сонымен бұл аралдар
Бұл маркетинг бойынша мінекей осындай жетістікке жетесіз. Оған ең ерекшелігі маркетингтің ең жақсы жағы бұл клондар екенін ешқашан ұмытпай, әрқашанда есіңізде болып жүрсін. Клон деген сіздің қосымша бизнес орныңыз. Клон деген сізге тағы да осы маркетинг бойынша тура сондай табыс әкеледі. Клондар деген сіздердің бүкіл құрылымыңыздың, командаңыздың структурасымен жылжытуға және өз клондарыңызды тағы да жылжытып, сізге табыс әкелуге шаршамайтын осындай бір жақсы компанияның ерекшелігі, осы тамаша жағы осында. Ал маркетингіміз осындай қысқа. Дәл қазір сұрақтарыңыз болса, оны көрейік, сосын сұрақ жауапқа алайық. Бүгін мінекей 20 адамнан адам асыпты. Сонымен барлықтарыңызға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Так, мінекей сұрақтар. Айсұлу Нұрбақтинова. Мен $100 кірсем, $100 кірсем, артымнан бір адам кірсе, ақшамды қайтарып аламын ба? Әрине, Айсұлу, өзіңіз бизнес орынға $100 тіркелдіңіз. Демек, бұл кісі өзіңіздің соңыңыздан келгенде сізге 100% $100 сіздің жеке шотыңызға түседі. Сіз оны сол сәтте шығарып алуыңызға болады. Айсұлу, егер де сіз бұл бизнеске, бұл маркетинг острова желаний, осы тілектер аралдары міндетті түрде тікелей байланысы бар. Бағдарлама өз үйім, свой дом бағдарламасына тікелей байланысты. Демек, $100 бірден тіркеліп, осы бизнесті, осы бағдарламада ғана жұмыс істеймін деп ондайға кірісе алмаймыз. Өйткені барлық серіктестер міндетті түрде өз үйім бағдарламасына кем дегенде $5 тіркелу керек. Өз үйім бағдарламасының иегерлеріне осы қосымша бағдарлама. Демек, жаңадан бүгін осы ақпаратты тыңдап жатқан адамдарға $105, $5 өз үйімге, оған $100 осы тілектер араларына тіркелуге қаражат керек екен. Өз үйім бағдарламасы кішкене өзгеше, бірақ ол жерде де тура өзіңізден соңынан тіркелген кісіден, бірінші серіктестен $5 бірден қайтады. Ол бағдарламада сіздерге берілген бейне курс тағы бар. Тағы сұрақтарыңыз. Айсұлу, мен 4 адам шақырсам, олар әрқайсысы 4 кісі шақыру керек пе? Әрине, негізі маркетингтің шарты 4 кісіге ақпарат беріп шақыру. Егер де сіз өзіңіз тіркелдіңіз, жарайды, бір кісі келді, $100 алдыңыз. Арғарай сіздің уақытыңыз болмай қалды, әлде сіз шақырған адам әлі тіркелмеді. Ал бұл сәтте сіздің жоғары спонсорыңыздан клон келуі мүмкін, тіпті одан жоғары спонсордан келуі мүмкін. Демек, компанияның өзі серіктес болып тіркеліп, компанияның клондары да келуге әбден мүмкін. Сол сәтте, сол бизнес орынды клон толтырған сәтте, сізге бәрібір тағы да $100 бизнес шотыңызға, жеке кабинетіңізге сізге бұйырады. Негізі, үлкен жетістікке жетем, мен клондарды күтпеймін деген серіктестерге ғана клондарды шынымен күтпеңіздер. Клон күту уақыты ұзақ бола ма, бүгін бола ма, ертең бола ма, бір айдан кейін бола ма, әлде одан ұзақ бола ма деген сұрақтар тағы да туады. Клондар әрбір партнердің өз структурасына, өз командасына, сол әрбір адам тіркелген күні, сағаты, минутына дейін автоматты түрде система қояды.
кім бірінші келді, бірақ та сол кісінің орны әлі бос тұрса, сол жерге клондар түседі. Клондармен біз ешқандай қолдана алмаймыз. Клондардың астына біз жеке өзіміз толтырмаймыз. Сіздің келесі келген клондарыңыз, мысалы, екінші клоныңыз тұрса, өзіңіздің клоныңыз, спонсор емес, өзіңіздің клоныңыз. Сол клонның астына сіз тағы да 5-ші, 6-шы, 7-ші адамдар тағы да келуі мүмкін. Өйткені бұл ақпарат барлығына өте ұнайды. Сол сәтте сол кісіні өз сілтемеңізде, жеке кабинетіңіздегі сілтемемен, ссылкаңызбен тіркейсіз де, оны жаңағы клонның астына тіркеп, клонға $100 табыс табуға сондай мүмкіншілік бар екенін айтқымыз келеді. Қайтарып аласыз. Қарлығаш, сізге рахмет, көмектесіп жатырсыз. Тамаша. Тағы сұрақтарыңыз бар болса, оны тағы да қоя беріңіздер. Анар, бірінші қатысуым. Анар, қадамыңыз құтты болсын. Бұл маркетингке бірінші қатыссаңыз, осы бағдарламаның барлық жаңағы жақсы жағын көріп алыңыз. Клондар деген өте жақсы, пайдалы және сізге қосымша бизнес, ақша төлемей қосымша бизнес ашылады. Және клондар сізге сондай осы алғашқы бизнес орындағыдай маркетинг бойынша түгелдей тағы да 23 миллионның сыртында табыс әкелетінін айтқым келеді. Сонымен, бұл маркетингті Қаламқас үнемі қатысам дейді. Тамаша, Қаламқас, сізге үлкен рахмет, алғыс айтқымыз келеді. Өйткені үнемі қатысқан адамдар маркетингті жақсы түпкірмен бүкіл жан-жағын клондар туралы, серіктес туралы, құрылым туралы уже жақсы ақпарат білетінін. Осы кісілер үнемі қатысатын болса, Қаламқас сияқты серіктестеріміз болса, бұл кісілер уже лидер қатарына саналады. Қаламқас, өйткені неғұрлым ақпаратты нақты толық білетін болсаңыз, сіз вебинарға қатыспай, өзіңіз презентация айтқан сәтте сіздің шақырған адамыңыздың барлық сұрақтарына өзіңіз жауап бере аласыз. Және ол кісілерге де вебинарларға қатысыңыз. Өйткені бұл ол кісілердің барлық сұрақтарына ғана емес. Мысалы, көп кісілер сұрақ қоя алмайды, ұялады, ал ол кісілердің бойындағы сұрақты басқа серіктес қойса, бұл жерде жауап біз айтып жатсақ, әрине ол кісі қуана-қуана өзінің сұрағына жауап алғанына қатты қуанатынына сенеміз. Негізі лидер болу қиын ба деген сұрақ болса, лидер болу қиын емес. Егерде әрбір серіктес өзіне қойған мақсаты бар болса, және ол мақсатқа жоспар құрса, дисциплина, осындай вебинарлардың барлығына қатысып отырса, әрине қойған мақсатына жетеді. Өйткені жақсы жаңалықтарымыздың бірінде айтып кеткім келеді. Бұл бүгінгі әрбір сәрсенбіде қазақ тілінде осы бағдарлама «Остров желания», тілектер аралдары, және келесі бағдарлама «Өз үйім», «Свой дом» бағдарламасынан маркетинг планын және сұрақтарға жауап брифинг өткізсек, ендігі күндерде орыс тілінде де, қазақ тілінде де осы вебинар комнатасынан, компаниямыздан басқа да серіктестеріміз сабақтар өткізеді. Сабақтар әр
тілде әр тақырыпқа болады. Бұл үйрету. Жеке кабинетімізді ашып, клондар қалай құлайды, клондарды қалай өсіруге болады, ақшаны қалай енгізуге болады, түскен табыстарыңызды, ақшаңызды қалай шығарып алуға болады, тағы да көптеген сұрақтарға тақырып бойынша әрбір күнді белгілеп, уақытын белгілеп, әрине міндетті түрде осы вебинардың ссылкасын жасап сіздерге жібереміз. Әрбір чатқа, әрбір өз командасының лидерларына, осы спонсорларға ақпаратты беріп тұрамыз. Демек, өз спонсорларымызбен әр қашанда хабарласып тұрамыз. Ал негізі әрбір вебинардың жазбалы баспасы болады. Оны де вебинарға қатыса алмай қалған уақыттарымыз бар болса, ол вебинарды жазбасын қарап, сұрап, тыңдап, түсініп алуға болады. Негізі нағыз лидер дегеніміз кім? Егерде өзіңіз әрқашанда спонсорларыңызға қарамай, мен өзім білемін, мен өзім серіктестеріме, партнерларыма әлде де сенім артпаймын, мен өзім тіркеймін, мен өзім құрылымды құраймын, мен оларды өзім үйретемін, өзім деп мойныңызға мінгізіп отыра берсеңіз, сіз өспейсіз. Әрине, сіз ол серіктестердің алдында лидер болып көрінесіз, бірақ та сіздің жолыңыз әлі де ұзақ болады. 6-шы аралға жетуге қиын болады. Сондықтан нағыз лидер өз командасына, серіктестеріне әрбір жолды үйретіп отырса. Бүгінгі күнде мінеки мен өте қуанамын, мақтанамын, өйткені командамызда тура осылай ақпаратты айтып, түсіндіріп, жеткізе алатын адамдар өсіп келе жатқанына үлкен қуанышпен, мәртебемен, сол кісілерге алғыспен қараймын. Жақын арада осы сабақтар өтетініне де өте қуаныштымын. Сонымен нағыз лидер болу үшін өзіңіз әрқашанда сабақтарға қатысып, үйреніп, тек қана бұл бағдарламадан емес, қазіргі күнде YouTube каналдардан аудио сабақтарды, тағы да сол әлеуметтік жүйелерден үйреніп алуға көп жолдары бар. Міндетті түрде осы компанияның үйреткен сабақтарына ғана қатысыңдар деп тағы да шектеу қоймаймын. Әрбір үйрететін жерлерде, әрбір компанияда көптеген сабақтар өтеді. Соның маңызды, керекті, нақты жақтарын алып, өзіміздің компаниямызға, өзіңіздің командаңызға үйретіп жүрсеңіз, вот нағыз лидердің бірі боласыз деп айта аламын. Өзіңіз әрқашанда ізденіп отырсаңыз деп, егерде басқа біреуді жандырғыңыз келсе, әрине өзіңіз жанып тұрмай біреуді жандыру деген қиын болатын деген тағы да соны айтқым келеді. Демек, жанып тұру, жандандырып, энергияңыз бар, сенімділі, сол үлкен сенімділікпен ары қарай жетемін. Бұл компанияның үлкен деген көп молшылығы бар екеніне сенемін деп айту үшін бұл жерде компаниямызға мінеки 5 жыл болды. Бұл аз да болса уақыт. Көп компаниялар 1 жылға, 1 айға да толмай жабылып кетіп жатқан өкінішті жағдайлар бар. Бұл компанияның және енді жақын арада корпорация болып ашылатынына да көзіміз жетіп кел жатыр. Компания қандай мақсат қойып кел жатыр, соның бәрін біртіндеп
өз уақытымен орындап келе жатқанына да көзіміз жетіп келе жатыр. Шығарған ақшаңыз міндетті түрде техподдержка әрбір уақытта сізге көмек және сұрақтарыңызға жауап беріп жатқанына да сенімдіміз. Компаниямызға қойған сұрақтарымызға жауап алып жатырмыз. Оған бірнеше чаттар бар, компаниясының слайд чаттары бар, лидерский чаты бар, оның сыртында телеграм чаты бар, және компаниядан заң түрінде заңдылық бөлім, юридический отдел тағы да ашылып жатыр. Бұл сіздердің көптеген көкейіңіздегі сұрақтарыңызды, құқықтарыңызды соған жауап бере алатын заңды түрде ашылған бөлім. Енді соған қарағанда күмәніміз жоқ. Оның сыртында сіздің қазір жаңадан тіркелген жаңағы серіктестерімізге, қонақтарымызға тағы да айтып өтейін. Тіркелген сәтте сізге жеке пароліңіз болады, кабинетке кіру паролі бір бөлек. Оның сыртында финанстық пароль, қаржылық пароль, ақшаңызды шығарып алу үшін, ақшаңызды серіктестігіңізге внутренний переводпен аудару үшін сол қаржылық пароль тағы да екінші құпиялы. Үшіншісі, сіздің жеке кабинетіңізде өзіңіздің тіркелген сәтте электрондық почтаңыз бар. Электрондық почтаңызды толықтай жазылуын өзіңіз ғана білеңіз. Өйткені кабинетіңізді ашқан сәтте сіздің жаңағы тапқан табысыңызды, басқа жағдайды ешкім өзіне аударып ала алмайды, өйткені почтаңыз де құпиялы кодпен жабылып тұрады. Бірінші және соңғы әріпі ғана көрініп тұрады. Бұл бірнеше компаниядан сізге қорғаныс деп айта аламыз. Сол енді армандаңыздар. Бұл бір сәт өзіміздің жеке кабинет. Тағы да кісілер сұрақ қойыпты, соған жауап берейік, содан кейін сіздерге қатымені. Өз үйім бағдарламасына клондар жұп санды және тақ санды болады ма, Сәбит? Сәбит, өз үйім бағдарламасында да, осы бағдарламада клондар жұп санды және тақ санды болып бөлінеді. Сұлу шаштың сұрағы: 4-ші үйден 5-ші үйге жету үшін неше адамның болуы керек командада? Сұлу шаш, үйлерде, свой дом бағдарламасында да, осы аралдар бағдарламасында да адам санын санап жете алмайсыз. Бұл маркетингті санап адам санымен өлшенбейді. Өйткені бұл жерде көрдіңіз, бір аккаунтқа 122 клон беріледі екен. Әрбір клондар тағы да қосымша клон өзінше көбейтеді. Клоннан клон тағы да туады деп айта аламын. Сонымен бұл жерде адам санына клондар, клон дегеніміз сіз адам шақырған есепте болып саналады. Клондар тағы бір аккаунт, тағы бір серіктесім деп санаңыз да болады. Так, не открывается. Тут неге ашылмайды. Сіздерге. Так. Тағы сұрақтарыңыз бар болса, оны көрейік, болмаса армандарыңыз орындалсын. Армандау әрбір адамға өте қажет. Армансыз қиын. Әрбір адамның көкірегінде өзінің арманы бар. Армандаңыздар.
біреуді жандандыру үшін жаңа айтып кеттік, иә, өзіңіз жанып тұруыңыз керек. Сіздің арманыңыз алдыңызда тұрса, соған мақсат қойып, жоспар құрып, арманыңызға жететініне біз де сенеміз. Ең қасиетті максимум қолданып жасаңыз. Әрбір істі жасау керек, әрекет жасау керек. Тек қана арман қоя салып, арманым орындалады екен деп жатсаңыз, әрине ол орындалмайды. Егерде уақытын жалқаудың сылтауы бітпес деген бар, иә. Соған қарағанда әрбір адам уақыттарыңыз, қазіргі күнде мінекей карантинде уақытымыз көп, уақытымыз жеткілікті. Сол уақытты дұрыс пайдалану өз қолымызда. Егерде неден қорқады екенсіз, көп кісілерде үрей, қорқыныш болады. Осы компания жабылып қалмас па екен, менің бастаған ісім бекер ме екен, менің қолымнан келе ме екен, мен сіз сияқты сайрап тұра алмаймын деген неше түрлі өзімізге сылтау және үрей, қорқынышты үстіне қоя береді екенбіз. Бұл да дұрыс емес негізі. Жұрттың сөзінен, жұрттың күлкісінен, әр адам неше түрлі айтады екен деп біз әрекет жасамай отыра беруіміз дұрыс емес. Айта берсін халық. Өзіңіз әрекет жасаған кезінде сіз арманыңызға бір саты жақын тұратыныңызды сезініп жүріңіз. Сөзден, өсектен қорқып, қателік жіберем-ау деп отыра берсеңіз, әрине қашан жетістікке жетесіздер. Жетістікте өзіңіздің әдетіңізге айналдырсаңыз, сол кезде өзіңізге сенім кіреді. Сенімділік бұл қайдан пайда болады? Сенімділік болу үшін өзіңіз күнде аффирмация, осы компанияда қаншама адамдар жетістікке жетіп жатыр, мен де сол жетістікке жете аламын деген мақсат қойыңыз. Және өзіңіз соны қалай ойлайсыз, қалай елестейсіз? Егерде өмірде қандай жағдай болып жатқанын маңызды емес, ол жағдайлардың барлығы ең маңыздысы сіз сол жағдайларды қалай қабылдайсыз. Бұл сәтте әрбір адам қалыпты ретінде қабылдаса, сол кезінде уайымға салмай, наоборот, жетістікке жақын қалдым деп келдірсеңіз, сол жерде барлық адамдарға жақсылық, сәттілік келеді. Егерде әрекет жасамасаңыз, сүрінбесеңіз, құламасаңыз, қателеспесеңіз, сізде қашан нәтиже болады, тәжірибені қашан аласыз, опыт дейміз, сол осы қателікпен сүрініп, үйреніп, оқып, жұртқа қарап, әрбір қадамымызды ойланып жасасақ, әрине бұл нәтижеге де тәжірибе алып, сіз үлкен жетістікке сол кезде ғана жете аласыз. Жақсыңыз қаншада екенін оған да уайымдамаңыз. Кім нешеде болса да, ешқашан кеш емес, соны ойлаңыз. Әрбір адам өзінің қойған мақсатына өзі жеткен, санасы, жан дүниясы дайын болған кезінде, сол кезінде әрине жете алады. Ал дәл қазір мен сіздерге бір видеоролик дайындап жібердім. Сол видеороликті қарап, өз мақсатыңызға, арманыңызға жетуіңізге тілектеспін. Сол видеороликтен кейін әрине әркімге қандай пікір болатынына өзіңіз
куә боласыздар. Ораза айы қабыл болсын. Мен сіздерге видеороликті қосып, өзім де қазір сіздермен бірге боламын.